Ораза ұстау үшін бірінші орында ниет қажет. Яғни, Алла риза үшін ораза ұстаймын деген ниет. Сол ниетті қашан ниеттенген дұрыс? Ниетті кешкісін жатар алдын ниеттеніп жатқан жөн. Яғни, бүгін сәресіне тұрам, ораза ұстаймын деген ниетпен жату. Енді сіз таңертең сәресіне оянсаңыз, сәресін жасап, дұғаңыз жасап, аузыңызды бекітесіз. Ал егер сәрес уақытын өткізіп алған болсаңыз, мысалға алатын болсақ, оянған кезде азан айтылып жатқан болса, азан уақыты кіріп қойған болса, немесе күн шығып қойған болса, ол кезде сіз ештеңе істемей жүре бересіз, оразаңыз бар болып саналады. Ал егер де сол оянған кезде бір нәрсе жеп ішіп қоятын болсаңыз, оразаңызды бұзасыз. Өйткені сіз оразада адам болып саналасыз. Сіз ниетіңізді жатар алдын түнде жасап қойған себепті, сіз ұйықтап жатсаңыз да, уақыт кірісіменен аузыңыз бекітілініп кетеді. Рахмет.